ұлттық нақыш жалпы мына Инстаграм дамыды ғой, содан басталды. Именно осы этностиль, қазақи нақыштағы бояу қосу, менің ойымша осы соңғы елімізде болған жайттарға байланысты. Және де қазақтың намысына тиетін көп нәрселер болды. Дизайнерлік өнім өте қымбат, әдемі киіну өте қымбат деген түсінік қалыптасып қалғанда біздің халықта. Әлеуметтік жағынан болсын, басқа жағынан болсын, дамудың төмен сатысында тұрған тұлғаларға тиесілі дүние секілді көрінетін еді. Бірақ ел қорқатын кезде, шапан деп жалпы қазақилықтың шығып қалуынан қоғам қорқатын кезде, олар ол дүниені жасап жатты. Әлі күнге дейін тоқтатқан жоқ. Әлеуметтік желіде қазақ тілінің тренд бола бастауы да себеп болған секілді. Яғни біздің ұлттық рухымыздың өскенін, екіншімен тағы да жаңаға қайталап айтайын, әйелдің өскенін білдіреді. Жаңалатып шығара берсе, осы этностильдегі киімдерді. Бұдан алыстамау дейсің ғой. Бұдан алыстамаса, мүмкін қалып қалатын шығар бекітіліп. Армысыздар, бұл Ел.kz ақпараттық порталының подкаст таймы, оның жүргізушісі мен Дәнеш Асқарбекұлы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақы стиль, қазақы сән болмақ. Алдымен бүгінгі спикерлерімізді таныстырып кетейін. Сонымен Бұлбұл Қалқамбаева, елімізге белгілі стилист және өзінің дизайн бағытында жол салып жүрген жас маманымыз. Және сонымен бірге Гүлшара Оспанова, стилист. Менің екі қонағымды Миландағы сән апталығына қатысқан танымал стилистер. Уақыт тауып келгендеріңізге көп рахмет айтамыз. Тақырыбымыз жаңа айтқанымыздай қазақы стиль және қазақы сән туралы болмақ. Неге? Өйткені соңғы кездері өзім байқауымша жалпы біздің елде қазақы бояудағы, қазақы нақыштағы, қазақы болмыстағы стиль, сән кең бір трендке айналған секілді. Бұл енді менің ойым. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бізде сізбен келісеміз. Жыл өткен сайын ұлттық бояуы бар образдарды кию, ол сәнде, тіпті осы наурызда да байқаған боларсыздар. Алаңның барлығында шекелік таққан қыздар, қазақы сырға, әртүрлі басқа тағатын аксессуарлар, тіпті күні кеше ғана кетіп бара жатсам, ақыл тоқтатқан емес, кәдімгі жаңағы самокат деуші ме, теуіп бара жатқан жас баланың өзі спорттық шалбар мен кроссовкамен шапан дәле салған, басында бейсболка, кепкасы бар. Жасөспірім, тинейджер, ызғытып барады да, енді ананы көріп мен де қуандым. Бұның барлығы бұған алып келген фактор көп секілді меніңше. Бұл жерде тұлғалық даму бар. Біріншіден біз жан-жағымызға қарай бастадық. Біз жаңағы өзіміздің тарихымызға тереңдей бастадық. Бұл біріншіден, екіншіден жалпы сән, бізге жоғарғы сән көп нәрсені көрсетеді. Этника, түбіңе оралу, өзіңді тану деген дүниені жоғарғы сәнде уже трендке айналып қойған болатын. Ол жаңағы біздің қазақы жаңағы нақыш бүкіл әлемге емес, әр ұлт, әр жаңағы халық өзінің тереңіне бойлау, ол қазір сәнде, былайша айтқан кезде ше. Өзінің өткеніне оралу. Өз өткеніне оралу, өйткені этниканың көптеген элементтері, былайша айтқан кезде жаңағы бахрама, вышивка, кестелеп тігілген, оның барлығы бізде жоғарғы сәннен көрінді. Сондықтан біз негізі көп нәрсені отырып алып, жаңағы дизайнер ойлап таппайды да, не болмаса жаңағы Гүлсара отырып ойлап таппайды, Гүлсара екеуміз осылай киіндірейік деген секілді. Жоқ, оның барлығы Европада, өзіміз айтқан Европада жоғарғы сән оны көрсетеді. Сондықтан мысалы осы жақында ғана мысалы Мумбайда болған, Индияда болған Диордың показында біз костюмдерінің барлығы вышивка, кестеленіп тігілген костюмдерді көрдік. Одан кейін жемчуг моншақтардың оралғанын көрдік. Ол жалпы фэшн сән әлемі деген ол жарты жылға алға қарай жүреді. Демек, біз әне көрдік, стилистер бар, жаңа халықтың арасында инфлюенсерлер бар, оны халықтың арасына таратады. Демек, мына жерде қызық парадокс туып жатыр. Яғни бізде қазақы стиль, қазақы бояуға деген сән әлеміндегі қызығушылық, ол өзімізден емес, керісінше біз өзіміз ұмтылған, өзіміз үйренуге талпынған Европадағы жоғары сән әлемінің трендінен жоқ, тек қана сол жақтан ғана деуге де болмайды. Бұл жерде біздің қазақ ретінде, ұлт ретінде, халық ретінде өзіміздің дамып, жалпы әр қазақ әйелінің дамып жатқанын да көрсетеді.
өйткені сән деген кезде біз оянып жатқанда тұлғалық даму, мен әдем болғым келеді, мен сәнді болғым келеді, мен ішкі менімді көрсеткім келеді деген секілді. Біз енді барлық сала келді. Біздің қазақ әйелі қазан ошақтың қасында көбірек жүргеннен кейін біз анау инстаграмға келген футблогерді ең бірінші меңгердік қой. О, футблогер дегенде жарып кетті де. Одан кейін психолог келді. Психология келген кезде ол кешеуілдеп келген сала болды да, біздің қазақ халқы жылады. Өзіңіз білесіз, ене проблема шықты, келін проблема шықты, қайната мынау тағы басқа шықты. Бұған дейін жабулы қазан күйінде тұрған дүниені біз көп нәрсе білдік, көз ашылды, әйелдер өсті, кез келген конфликтті жақсы шеше алатын деңгейге жетті. Одан кейін стиль келді. Көрдіңіз бе, бұл сондай дүниеде. Сондықтан әйелдер дамып жатқандықтан, жалпы айтады ғой, әйел ана ол бесікті тербетеді. То есть көрдіңіз бе? Бір қолымен әлемді тербетеді. Әйелдің дамуы осы дүниеге алып келген секілді, тіпті артық айтқандық емес. Гүлсара қалай дейді? Оған қоса мен ойлаймын, бұған дейін стильге, сәнді киінуге негізі біз Западқа көп еліктедік, батысқа еліктедік. Бірақ именно осы этностиль, қазақи нақыштағы бояу қосу, менің ойымша осы соңғы елімізде болған жайттарға байланысты. Және де қазақтың намысына тиетін көп нәрселер болды. Менің ойымша соның барлығы қазіргі жастардың сана сезіміне, сана сезім дұрыстығына әкеліп соқты да, и содан осы тарады. Өйткені яғни ішкі оянып жатқан ұлттық рухтың бұл бір қарсылығы болды ғой, сыртқы факторларға. Оған қоса әрине Бұлбұл ханым айтқандай, бұл шетелдік батыстың дизайнерлері уже ойлап табатын нәрсе қалмағандықтан деп ойлаймын, этностильді қосып, барлық елдердің анализін жасап, соны қосқанның арқасында бұны массаға жіберді да. И соны көрген қазақ өз-өзіне мақтанышы оянып, жүректегі ұлттық рухы оянып, неге біз қоспасқа деген секілді көптеген протесттерді мен негізі естідім. Қазақ именно жасөспірімдерден. Соған қоса Бұлбұл ханым айтқандай, метрода кетіп бара жатсақ та, көшеде кетіп бара жатсақ та, қазір жасөспірімдер, жас именно осы молодежь қосып жатыр. Этностильді. Қуантады. Өте қуантады. Шынымен де, мысалы 90 жылдың ортасы, 2000 жылдың басына дейін, енді мен сол жастық жағым сол кезде өткендіктен жақсы білемін. Бізде барлық салада ондай қазақы стиль, қазақы нақыш деген ол бір ұят көрінетін. Ұят көрінетін, өйткені бұл әлеуметтік жағынан болсын, басқа жағынан болсын, дамудың төмен сатысында тұрған тұлғаларға тиесілі дүние секілді көрінетін еді. Ол кезде шапан киіп шықсаң, саған бір кем дегенде алап есі ретінде қарайтын. Немесе шапан киіп жүрсең, бұл бір жаңа жылдық кешке арнайы баяғыда бала кезімізде аю болып киіндік, қоян болып киіндік қой, дәл сондай сияқты қабылдайтын. Театрландырылған көрініс секілді. Иә, театрландырған көріністің бір актері сияқты санайтын. Сондықтан оған саған тіке келіп бетіңе айтпаса да, бірақ қоғамдағы көпшіліктің, ортадағы адамдардың көзқарасынан қарап өзіңде қысылатынсың. Сондықтан ол жерде өзіңді бір жақсы ыңғайлы сезінбейтінсің. Комфорт жоқ болатын. Тек қана тойға, құдалыққа келетін. Ол бір сол бір тек қана тойға тиесілі бір элементтің бірі ретінде қабылданушы еді ғой. Яғни ол жерде тойға шапанды кімге кигіземіз? Әрине шапанды біз үлкен кісілерге жабамыз, мысалы. Сондықтан да ол бір тек қана қазақы стиль, ол қартайған адамның стилі секілді еді ғой. Немесе келіндер онда да жаңағы басына максимум орамал, қамзолды ол кезде ол ілуде біреу жабатын. Ол кезде ұзатуда басына сәукеле кигізу де жоқ еді ғой. Тіпті ол кезде қыздардың көпшілігі мен мынау шашымды бұзат, мен сәукеле кимеймін дейтін, қабылдамайтын. Қазір мүлдем бөлек қазір. Тіпті шаштың прическасының бұзылғанына қарамайды. Тойдың соңында ол міндетті түрде жасауға тиіс, жаңағы must doing дейді ғой, жаңағы жасалатын дүние болып келе жатыр да, қуантады. Сондықтан да бұл енді қайдан басталды, қашан басталды, яғни жастарға кез келген сәнде негізі жастар ғой оны кез келген қолдайтын және оны алға жылжытатын, оның трендке айналуына себепкер болатын жастар ғой.
Жалпы қазақ тілді стильдің қайдан басталғаны или жаңағы ұлттық нақыштағы? Ұлттық нақыш қашан сәнге айналды жастардың арасында? Ұлттық нақыш жалпы мына Инстаграм дамыды ғой. Содан басталды. Өйткені бұл жарнамалық алаңша ғой үлкен. Қалай Инстаграм басталды, қалай ТикТок басталды, сол кезде жалпы сән туралы ақпарат ала бастады. Мысалы, Ресейдің ар жағындағы еуропалық стилистерден кәдімгідей ақпарат ала бастады. Содан кейін масса бұқара болып, жаппай оларға еліктеу басталды. Сол кезде жаңағы біздің не стиль, гранж стилі, алба-жұлба киіну, болмаса батыс құсап темір терсекті көбірек іліп алу деген секілді өзіміздің тамырымыздан алыстау тіпті болды. Ол біздің әлі бекіп үлгермеген, не болмаса міне ғана тәуелсіздік алып енді дамып келе жатқан қазаққа қатты тиді де, біз стиль деген кезде бір үркіп қалатындай дегенде бір шошытатындай дүние болды. Әлі сол стереотип бар да, біздің қазақ әйелдері стилиспен жұмыс жасаған кезде сіз мені андай аляписте қылып, түрлі түсті қылып киіндіріп жүрмейсіз ба, қалай киіндіріп, то есть ол қорқыныш әлі бар. Тым шектен шығып кетпейсіз ба? Тым шектен шығып кетпейсіз ба деген секілді қорқыныштар қатты болды. Бірақ қазақ тілді стилистер, мен біз алғашқы 2-3 стилистің бірі болып біз бастаған кезде сондай болған, осыдан 4-5 жыл бұрын. Сол кезде кәдімгідей қазақ тілінде стильді айту, ол кәдімгідей қиын болды. Мен талай рет қолымды сілтеп, жылап, бастамайым, жасамайым деген дүниелер болған. Бірақ та бұл жерде енді көрдіңіздер, біздің тәрбие бар, басқасы бар, үлкендердің айтқан саған ауыр тиеді деген секілді. Сонда аудитория психологияны тыңдап жатқан еді, ол кезде жаңағы мен өзім айтқан фудблогерствоны қарап жатқан, ол жерде блогерлар сондай ғана еді. Одан кейін бір инфо өнімдер сататын еді. Мына жерде кеп стиль жайлы сен жаңағы көйлек киюді үйрететін бұл кім деген секілді дүниелер болды. Көрдіңіз бе? Сол кезекте бір ақыл айтып шықты ғой деп. Содан кейін оның барлығы стильді халық бәрібір қабылдайды, ол деген өзгеріс қой, адаптация халықта жүрді ғой. Сол кезде біз жаңағы әлемнен алған ақпаратымызды қазақ аудиториясына стилистер бейімдеп бере бастадық. Яғни біздің психикамызға соқпайтындай. Сол кезде қабылдау басталған секілді. Ол міне бір 2-3 жылдың көлемінде ғана болған секілді. Тіпті былтырдан бері ғана. Батыстан темір терсекті іліп алу, ол бізге жат дедіңіз ғой. Бірақ екінші жағынан қарасаңыз, бұрынғы қазақтың қыздарында жаңағы шолпысы бар, басқасы бар. Бізде де былай қарасаңыз темір терсек көп қой. Образна, жоқ, бұл жерде жалпы темір терсекке қарсылық емес. Темір терсекке қарсылық емес, бұл жерде бір анау гранж стиль дейді, бір бомж стайл деген бар да. Жыртық киіну, өңі кеткен футболка кию, сол нәрсені көбірек ескіні, бұл жерде сол темір терсек сол мағынасында айтылған еді. Темір терсек әлі күнге дейін тағамыз не? Меніңше осы жерде тағы да бір мәселе, әлеуметтік желіні айттыңыз ғой. Меніңше қазақы стильдің, қазақы сәннің етек алуына әлеуметтік желіде қазақ тілінің тренд бола бастауы да себеп болған секілді. Бірақ та енді тек қана қазақ тілге енді кейін келіп жатамыз, осы бір жыл, 2 жыл мысалы, қазір барлығы қазақ тілге ауысып жатыр. Оның енді салдары осы жаңа мен айтып кеткендей. Бірақ Қазақстанда негізі дизайнерлерде бұрыннан осы қазақи нақышты енгізді. Аида Кауменова мысалы, оның ол кісінің изначально осы бастапқыда осы ойы сол болған. Неге біз тек қана құдалыққа тойға келеміз? Неге біз күнделікті өмірге қазақи нақышты бейімдемейміз деген секілді. Ая Бапани бар. Ая Бапани бар, батыста қаншама Медина Сақтағанова, Нұршах дегендер бар. Бірақ олар енді ол кісілердің шығарған нәрселері көбінесе сол тойға кетіп жатты. Өйткені қазақ түсінбей жатты. Қазақ халқы түсінбей жатты да, ол сол тойға, сол құдалыққа келіп жатты. Бірақ ел қорқатын кезде, шапан деп жалпы қазақилықтың шығып қалуынан қоғам қорқатын кезде, олар ол дүниені жасап жатты. Әлі күнге дейін тоқтатқан жоқ. Бірақ ол кісілер бірінші кезекте ол кісілер дизайнерлер ғой. Ал енді сол қазақша дизайнерді әрі қарай дамытып, әрі қарай оны кең тарату ол әрине стилистердің. Осы ретте сол қазақы стилистердің әлеуметтік желіге келуі әсер еткен секілді. Бәлкім қателесем. Өте қатты әсер. Енді өте қатты әсер етті деп айтып аламын да, бірақ Гүлсара, мен анау нәрседен қорқады екенмін.
біздің алдымыздағы дизайнерлердің еңбегін жоққа шығара алмаймыз. Ол жасап жатқан дүниені жоққа шығара алмаймыз. Бірақ енді біз жоққа шығармаймыз, керісінше ол кісілердің тамаша толағай еңбегін халықтың арасына жеткізуші болған секілдіміз біз. Мысалы біз жаңағы мен Аида ханымның несіне кіріп бағасын айтып жатсам, қыздар айтады, қол жетімді екен ғой. Біз үнемі телеарнадан көргеннен кейін біз қымбат деп ойладық. Мен базардан да сол бағаға көйлекті аламын ғой дейді. Көрдіңіздер, жаңағы дизайнерлік өнім өте қымбат, әдемі кино өте қымбат деген түсінік қалыптасып қалған да біздің халықта. Қазақстандық брендтер өте жақсы дамып жатыр. Өйткені осы стилистердің арқасында бағасын біліп жатыр, жаңағы сапасын біліп жатыр деген секілді. Тем более оны оған қоса қазақша жеткізе білген кезде стилистер, әрине бұл плюс деп айта аламын. Оның үстіне бұрын Аида Қауменова болсын, өзге дизайнерлеріміз болсын, олардың еңбектері Миландағы басқа жаңағы сән апталықтарында көрсетіліп жатыр деген кезде бізге ол қазақ қоғамы үшін бұл шетелге арналған өнім секілді қабылданатын, Мысалы, біз кинофестивальдарға апарамыз ғой, жаңағы авторлық кино деп кинофестивальдарға апарамыз, Каннда, Венецияда жүлде алыпты деп естиміз, бірақ біз оны сол жаққа арналған экспортқа өнім ретінде қабылдайтынбыз. Оны өзіміздің елде көрмейтінбіз. Дәл мына сәнде де сондай секілді болды да, ал қазір бұл тек қана экспортқа арналған, тек қана бір лакшери емес, casual өнім екен ғой, оны күнделікті өмірде де киюге болады екен ғой дегенге келген секілдіміз. Келдік. Жан-жақтан бұл жерде дизайнерлердің, стилистердің, жалпы халықтың арасына ақпарат жеткізушілердің еңбегі ерен деп айтуға болады. Мақтануға болады ғой, осы жерде. Әрине мақтануға болады, мақтануға тұрады. Осы жерде мен тағы да бір өзім байқағанымды айта кетейін. Биыл, бәлкім оны да сіздер де байқаған боларсыздар, биылғы наурызда, шынымен де бұл биылғы наурыз, ол театрландырылған көрініс ретінде бір Алматы қаласының орталық алаңымен шектелген жоқ. Байқайсыздар ма? Биылғы наурызда адамдар саналы түрде қазақша киім киіп, қазақша киім болғанда бір олпы-солпы шапан емес, әдемі стилі бар, жақсы дизайнмен әдіптелген киімдерді киіп шықты. Тақия болсын, басқа болсын. Тіпті бір қарапайым элемент, бірақ соның мен көп таралғанын байқадым. Бұл нені білдіреді? Күннен күнге. Күннен күнге қазақи нақыштағы бұйымдардың, қазақи нақыштағы киімдердің актуалдылығын білдіреді. Яғни біздің ұлттық рухымыздың өскенін, екіншімен тағы да жаңағы қайталап айтайын, әйелдің өскенін білдіреді. Өйткені бесік тербететін тәрбие тал бесіктен ол әйелдің рөлі өте жоғары ғой. Енді әкеңде рөл бар, бірақ дегенмен де әйелдің рухани тұрғыда өскенін білдіреді. Өйткені мысалы мен баламен шығып бара жатсам, жолдасым мына балаға шапан кигізейік деп айтпауы мүмкін. Өйткені ер азамат ол басқа дүниені ойлайды, мен осы балаға тақия кигізейінші, осы балаға күшті шапан алып берейінші, Аида Қауменова осындай бір күшті желетін хочу деген нәрсені мен мысалы әйел айтады. Сондықтан бұл жерде әйелдің өскенін де білдіреді. Одан кейін бала түгілі күйеуінің не киюін әйел шешеді ғой. Әйел, то есть жаңағы тәрбие, сондықтан әйелдің өскенін білдіреді біз бұған келгеніміз. Үшіншіден, әр азаматтың өзінің патриоттық сезімі, то есть біздің тілге деген құрметіміздің, тілден бұрын тұлғалық даму деймін ғой, өзіңе деген құрметіңнің өскенін білдіреді. Ол мен, сіз, Гүлсара, оператор жігіттер, олардың бала шағалары, інілері, тіпті кішкене балаға деген қазақ тіліне деген құрмет. Бұл кете береді, және де бұл нәрсе енді қалмайтын шығар. Мен бана сөз баста айтқанда сол ғой, бәлкім бұған қазақ тілінің әлеуметтік желіде трендке айналғанда себеп болған шығар деп. Қазақ тілінің трендте айналуы бұдан кейін болған секілді. Бұдан кейін осы жақында 5-6 ай бұрын басталған секілді бұл тренд. Тіпті кейін, соңғы 3 айда ғана қазақ тілі трендке айналды. Екеуміз бір-бірімізге жіберіп қоямыз. Тілін сындырып қазақша сөйлемеген, үнемі сөйлемеген блогерлар, инфлюенсерлер, тіпті тілін менсінбегендер де бар арасында. Тілін менсінбегендер сөйлей ала тұра, жаңағы аяқ астынан орысша сөйлеп жүріп, аяқ астынан блогын қазақша жүргізіп кеткенге ауысқандар бар. Неге? Өйткені қазақ тілді аудиториясы бар стилистер
стилистердің аудиториясы лояльный екенін көреді. Бұл бір екінші рет мақтанып жатырмын Даниш мырзаға қазір. Лояльный екенін білдіртеді. Өйткені қазақ тілді аудитория сіз сенім ұялатқан кезде, расымен де жанашырлық көрсеткен кезде, олар расымен де сізге сенеді, ереді, орындайды. Біздің қыз-келіншектер өте жақсы өсіп жатыр ғой. Біле тұра сөйлемей жүргенде сөйлеп кетті. Одан кейін расымен де сөйлей алмайтындар тырысып қазақ тілін үйреніп қазақ тілінде сөйлесе бастады. Бұл таяқтың бір жағы. Біз қуандық. Екінші жағынан Гүлсара екеумізде бір пендешілік ой болды. Ертең қазақ тілі трендтен кетсе, сендер алып ап мен де соны айтайын деп отырмын. Қай тілде сөйлеп кетесіңдер деген нәрсе болды. То есть бұл жерде қазақ тілін сонда проблема бар ма? Бұл мүмкін бе? Өйткені қазір тренд қой. Қазақ тілінде сөйлеу, қазақ тілінде блог жүргізу, бұл тренд. Трендпен ғана жүретін болсақ, ұлттық өз тіліңе құрмет, өз тіліңе сүйіспеншілік, значит, бұл келесі сатыда болып тұр ғой деген не бар да, ой бар бізде. Тамаша ой, енді осы жерде қазақ тілі тренд деңгейінде қалып қалмай, оның сол тренд үнемі болуын бекіту үшін не істеу керек деп ойлайсыздар? Әр азаматқа байланысты, бірақ та сәннің ағымы, жалпы сәндегі болып жатқан дүние, тренд деген дүние, ол қоғамдағы жаңалықтардан бастау алады. Қоғамда не жаңалық болды, сәнде де солай. Мысалы, қоғамдағы болған жаңалықты әр сала өзінше қабылдайды ғой. Мысалы, карантинде отырған кезде біздің киінуіміз сәнге шығып кеткен кәдімгі домашний костюмдер үйге киетін, бір түсті спорт костюмдер, ыңғайлылық, кроссовки дегендер шығып кетті. 2 жыл карантиннен шыққан кезде халық сәнде халығын жалықты ғой, бір түсімен кигенге. Халыққа түрлі түс керек болды. Түрлі түсті, жарқын түстер сәнге шыға бастады. Сондықтан бұл жерде біз әлемдік тренд, қоғамдағы жаңалық қайда апаратынын білмейміз. Тіпті қазіргі Украина мен Ресейдің арасындағы болып жатқан дүние, мынау әскери жапсырма қалтасы бар күртешелердің, мысалы армейский киімдер солай ғой, әскери киімдер, жапсырма қалтасы бар, болмаса комбинезондардың ыңғайлы шығып кетуі, болмаса милитари жаңағы, сол жасылғытым түстегі киімдердің көбейіп шығып кетуіне әсер етіп жатыр. Оның өзі де бізден былай айналып кетіп жатқан жоқ. Сондықтан біздегі тренд қайда апаратын біз білмейміз. Сондықтан қоғам жаңалығы қайда апарады, біз соған бейімделеміз. Сондықтан біз тіл қалай болатын, оны қазір үнемі бұл осы деңгейде ұлттық нақыш қалай болатындығын енді нақты білмейміз. Бірақ та кез келген рухани тұрғыда дамыған ер азамат енді өзінің тілін, образдарды, өзінің оюын, түбірін қастерлеу керек. Бұл жерде енді дизайнерлерге енді сәннен кетпесін десеңіз де, біз енді сән басында айта аламыз ғой. Дизайнерлердің құлағына алтын сырға жаңалатып шығара берсе, осы этностильдегі киімдерді. Бұдан алыстамау дейсің ғой. Бұдан алыстамаса, мүмкін қалып қалатын шығар бекітіліп. Дәл осы жерде менің есіме мынандай оқиға түсіп отыр. Осыдан 2 жыл бұрын, бұл карантиннің алдында тойға бардым. Тойға барған кезде жапон азаматы, бір үлкен компанияның президенті тойға қонақ болып келді. Бірден қонақтардың арасынан сол кісі көзіме түсті, өйткені ол өзінің ұлттық киімі кимономен келді. Ол кісі көзіме бірден түсті, мен ол кісіні бірінші рет көрсем де танымасам да. Бірден ол адам жайлы қандай пікір қалыптасты сізде? Ол кісімен бірінші кезекте амандастым. Құрмет. Өйткені менде бірінші кезекте ойыма келген ол кісіге деген құрмет болды. Ал жапондар ол жүздеген жыл бойы қазір цифрлы әлемнің ең алдыңғы қатарына өтіп кеткеннің өзінде жапондар сол өздерінің мына ұлттық киімін тастамағаны, және ол киген кезде бір ерекше бір мақтанышпен киетіні, және ол өзінің сол ұлттық киім киген кезде адам бір қолайсыз сезінбейтіні көрініп тұрды. Еркіндік байқалып. Өзінде еркіндік байқалып тұрды. Кәдімгі күнделікті бір костюм киіп жүрген адам сияқты болды да. Сондықтан бәлкім бұл жерде шынымен де сіздер айтпақшы, бұл әрқайсымызға тікелей байланысты шығар. Ең біріншіден сол ғой. Бірақ біз Миланға, Парижге бардық сән аптасына. Миланға да, Парижге де бізге дейін барып жүрген стилистер бар. Бірақ ешқашан біз ешбірінің образынан қазақилық байқамаппыз. Қазақи нақыштағы бір невидимка болса да басқа тағатын. Мен айтайын деп отырғанда мақтан кетем бе деп тоқтаттым ше. Сол жерде енді біз Бұлбұл ханым екеуміз образдарымызға барымызша этно қостық. Сол
келесі сұрағым сол еді. Жалпы Миландағы, Париждегі сән апталығына барған кезде бірінші кезекте, жаңа мен айттым ғой, мен Жапонға назар аудардым деген. Ал сіздерге не себептен назар аударды? Этно болғанда жалпы бүкіл әлем қазір этникаға бұрылып келіп жатыр. Көп халық жалпы бүкіл әлем болып өзіміздің түбірімізге айналып келіп жатырмыз дедік қой. Бірақ та біз айтап жатырмын да, егерде біз желбір көйлекпен, камзол киіп, үкімен немен баратын болсақ, такиямен баратын болсақ, онда жай ғана театрландырған көрініс секілді қабылдайтын еді. Біздің мақсат әлемдік трендтің үдесінен шыға отырып, байқатпай этноны қосып жіберу керек болды. Мысалы, Прадаға, Гуччиге бардық, бұл жерде брендтерді айта беруге болады ғой, иә? Анау неге барған кезде брендтің атын айтпаңдар деп қайнады. Мысалы, әр брендтің, әлемдік люкс брендтің өзінің ДНК-сы болады. Яғни Прада деген ол жаңағы ұстамдылық, бірақ та бір батылдық байқалады да ол жерден. Сондықтан біз мен қара көйлек кидім, кімде қара киді. Бірақ мен алдымда бөрікті қондыра салдым. Бөрік деген қазақтың бөрікі. Ал Гүлсара алды да ол жерге шолпы шашпауларды жаңағы басына көбейтіп қойды да. Сол кезде шолпы шашпаумен анау бөрік деген әлемдік жаңағы көздері талғамға жаттыққан небір фэшн инфлюенсерлерді, әлемдік фэшн инфлюенсер суретке түсіріп жүрген фэшн фотографтар сол жерде телевидениеда даже бір неден біздің қасымызға келді. Оларды қызықтырған бөрік бұл сіздер қай мемлекеттенсіздер? Өйткені Қазақстан көп адамға таңсық болды, айтшы. Біздің түр әлпетіміз де басқаша. Азиаттық түр әлпетке қазір бүкіл әлемде қызығушылық артуда. Оған қоса біз неге айтпақшы сол? Білмеймін. Яғни олар әбден көздері үйренген брендтің киімін назар аударды, ал сол киіммен үйлесіп тұрған мүлдем бұрын көрмеген элемент, аксессуарды көрген кезде олардың назары екі есе күшейді. Қызығушылық пайда болды. Қызығушылық пайда болды. Мен ағылшыным нашар еді. Ана жерде телевидениеға ағылшынша интервью бере алмай, тек қана Гүлсара сөйлеп, мен тек қана басымды изеп, yes, I from Kazakhstan дегенді айта бердім енді. Бірақ өте қатты мақтанып қайттық. Өйткені бөрікті ана жерде киімі 20-25-30 елдің фотографтар біліп қайтты. Бізде енді бір өзіміз патриот қыздарымыз негізі. Қандай сұрақ қойды? Не қызықтырды? Бұл элемент не үшін қостыңыз деген секілді. Қай жақтысыздар, қалай аталады, басыңызға тағып тұрғаныңыз не нәрсе, жалпы немен айналысыздар, кімсіздер, әшекейге қатысты, құлаққа қатысты сұрады, бұл не ұлттық па деп сұрады, Сосын басқа брендтермен, әлемдік брендтермен ұқсастырды біздің әшекейлерді. Праданың әшекейлерін ұқсаттырды біздің қазақы әшекейлерді ше. Қазақ бренді ғой, сізде әшекей сырғаңыз болған. Сол брендтің әшекейлерін Прада брендіне ұқсатқан. Бұлар фэшн кәдімгі модны журналдар бар ғой, Vogue секілді. Мықты журналдарда жұмыс жасайтын, соған суреттер ұсынатын, көздері жаттыққан фэшн фотографтар. Фэшн журналистер. Гуччиге де барған кезде, мен мысалы Гуччидің бір элементін тағу керек болды. Басында картузын кидім, кім несін жасады, жаңағы шарфысын, орамалын тақты. Бірақ сол Гуччидің элементін кие отырып, біз Гуччиге құрметімізді көрсете отыра, мен қазақы шапан кидім. Гүлсара сол брендтің, біздің отандық брендтің жилетін киді. Орамалды көрсеттім, то что вот қазақи әйелдерде қалай жабу керектігін, біз қалай тақияны қондырды, біз тағы да қазақ әйелінің осылай кие алатындығын, қазақ әйелі тек қана жаңағы бір екінші сорттағы болмаса азиаттар деген секілді емес, Европа көрсінші, біз де Гуччиді сыйлаймыз. Орамал тағудың қазақ стайлын орамал тағудың қазақ стайлын біз осылай бере аламыз. Өйткені қасымызға келіп шапандар түсірген кездер болды. Бір сәтте біз бүкіл әлемдік сұлулармен бәсекеге түсіп жатқанымызды түсіндіңіздер. Бір сәтте түсіндік. Тамаша тактика. Сіздердің тактикаларыңыз
Мен сіздің тіліңізде өзімнің мүддем туралы сөйлеймін деген тәмсіл бар ғой. Дәл соған келіп тұр, яғни сіз оларға құрмет көрсете отырып, бірақ дегенмен де өзіміздің ерекшелігімізді байқаттық. Жаңа сіз тойдан көрген кісі сияқты. Иә, солай болып тұр ғой. Біз ана образ құраймыз деп көбірек уайымдап, соған көбірек алаңдап, одан кейін біз өз жолымызбен өзіміз жаңағы турсыз несіз өзіміз бардық қой, гид ештеңке болмады деген секілді. Соған әлек болып жүрген кезде біз бәсекеге түсіп жатқанымызды түсінбеппіз де. Бірақ әлі де айта кететін жайт, бұл Қазақстанда жаңағы басшылықта тұрған жаңағы журналдар бар Қазақстанда әйгілі, әлемдік жаңағы блогтармен бірдей ел бар, мысалы қаншама осындай мақтанышпен, енді бұл Қазақстанға мақтаныш деп ойлаймын, өйткені қаншама елдің фотографтары, сән әлемі сіздің елдің қазақи нақышын көрді, аксессуарын көрді, қалай оны қазіргі заманның сәнді образына қосу керектігін көрді. Менің ойымша бұл кәдімгідей бір саты деп ойлаймын біз жеткен, бірақ та қолдауды айтып отырсың ба? Қолдау. Мысалы біз соншама фотограф келді, түсірді сіздерді, әлемдегі белгілі фэшн басылымдар. Біз көп Инстаграмда. Ал елге келгеннен кейін? Жоқ, елге келгеннен кейін жарайды, ол жаңағы елге келгеннен кейін десек. Жасап жүрген жұмысымызды жасаймыз ғой, бірақ та сол жерде бір кішкене отандық журналистердің тарапынан. Өкпе емес, мынандай нәрсе. Жоқ, бұл өкпе емес, бұл жалпы факт ретінде келтірейік. Отандық журналистердің тарапынан қандай қызығушылық қалай болды деген ғой. Отандық журналистердің қатарынан көбінесе жаңағы батысқа еліктеген образдар, батысқа еліктеген жартылай жалаңаш образдарды сол қалпында шығарды, көбірек шығарды. Біз өзіміз соңында жаңағы аудиторияға сұрадық, енді мақтанып жатты, толқып жаттық, жаңағы үлкен сайттарға шығуына ықпал етсеңіздер деген болды. Сондықтан біз Тенгриньюсқа өзіміз жаздық, кәдімгідей шығарсаңыздар екен деген секілді. Біз журналист шықты, бірақ бас тартып алдық. То есть жаңағы елдің алдымыз, біз қазақилықты жасаймыз деп жүрген мықты сайттар бізді шығарған жоқ. Мысалы, жарнама болып кетеді ме? Жарнама болып кетеді демеді. Мағынасын түсінбеді. Өйткені бір жағынан бұларға бір өкпе артуда дұрыс емес. Өкпе артуда дұрыс емес. Өйткені стиль деген дүниенің өзі бізге кешеуілдеп келіп жатыр. Бірақ біз сол этноны, бұл жерде былай қарап тұрсаңыз өте терең дүние болды. Біз киімі 30 елге сол шапанды. Біз өзіміз үшін жасадық бір жағынан, ел үшін жасадық. Бұл өзіміздің патриоттық дүниеміз. Бірақ біз оны ешкімге міндетсінбейміз, түсінесіз бе, Дәнеш мырза? Бірақ тіл қайда, неге қазақша сөйлемейсіңдер деген ұрандаған әр сайт, қазақпын деп ұрандаған әр сайт, әрбір жаңағы орысша сөйлеп қалған депутаттың артынан шырақ ала жүгіретін әр журналист, қатты айтсам кешірім өтінемін, инфоповод қылып жазып қойсаңыздар да болады. Әр жаңағы депутаттың артынан неге сіз орыс тілінде жауап бердіңіз деп шырақ ала жүгіретін журналист сол дүниені қағып кетсе болар еді деген менің бір дүнием болды. Бұл бір өкпе деп айтуға келмейтін нәрсе, бұл кішігірім наз. Бұл өте әділ айтылған наз деп санаймын, өйткені қазақ тілінің мәселесі тек қана ол хайп тақырыбы болмау керек. Ол тек қана негатив жағы ғана емес, сонымен бірге қатты кетіп жатқан жоқпыз ба? Бәрі әділ, бәрі тамаша. Бұл жерде сіздер сынап жатқан жоқсыздар, меніңше бұл жерде сіздер факті келтіріп жатырсыздар. Сын түзелмей, мін түзелмейді. Одан кейін, қазақ аудиториясындағы бірінші болып жатқан дүние ғой. Осыған дейін Қазақстаннан Миланға барғандар бар, мықты. Мен білетін қазақ аудиториясын танытқан ол Айда Кауменова. Мықты, мен Айдаханды сылаймын. Бірақ дизайнер. Дизайнер, бірақ стилистердің арасынан фэшннің именно стрит стайл, анау сән апталығына барып, кәдімгідей Қытай бар, Азияты бар, Европа, Италия, мысалы бүкіл люкс брендтердің отаны, мысалы Милан өзін бүкіл сәннің атасымын, апасымын, анасымын деп көреді. Жалпы халқы тәкаппар, өте әдемі киінеді. Тәкаппар деген кезде жаңағы сән тұрғысынан біз сіздерге задат етеміз, біз сіздерге осыны ұсынамыз деген секілді. Сол жерге барып, сол жергілікті телеарналардың қызығушылығын тудырғанда, Миланнан келген кезде бізде ондай қызығушылық болмады. Бірақ бізден мағынасын сұраған кезде біз кәдімгідей толығымен текстпен де жазып, аудиомен де жазып жүргенбіз. Бұл жерде мағына неде жатыр? Қазақ әйелдің жүрегіндегі мотивация.
то есть қазақ әйеліне өсу даму, қазақ елінің жаңағы қазақи нақыштағы киімін әлем тану, қазақты тану. Милан міне тұр. Милан міне тұр. Өйткені қазір мысалы менің аудиториям менің былай шыққан кезде бүкіл биографиямды біледі де, стилист болу үшін сен ханның сарайында оң көйлек ауыстырып тұру міндетті емес деген нәрсені мен үйретіп қалыппын. Әдемі киіну деген қазақ аудиториясында бұл сен бай ғана болуың міндетті емес. Менің бір орташадан төмендеу отбасыда туғанымды біледі. Көйлек оң көйлек ауыстыруға қаржылай мүмкіндігімнің болмағанын біледі. Содан кейін жаңағы менің аудитория мені әр пазлын өзі құрап алған өсуші әйел ретінде таниды. И сол әйел алдыда былай айтқан кезде миллионер емес, ештеңке емес. Міне Гүлсара ол да Қатардағы стилист, байдың қызы емес. Әлде байдың қызысың ба? Байдың қызы емес. Жаңағы алдыда Миланға санапталығына бар. То есть біз аудиторияға мүмкін екендігін, ой жеткен жерге қолдың да жететіндігін көрсетіп жатырмыз, көрдіңіз ба? Екінші жағынан алғанда, стиль бұл материалдық байлыққа ғана байланып қалған жоқ. Бұл жерде бірінші кезекте адамның өзінің рухани байлығы, өзіне деген құрметі, өзінің ішкі жан дүниесінің үйлесімі соған келіп тіреледі ғой. Талғамды ақшаға сатып ала алмайсың. Барахолкадан да үйлесімді киінуге болады, не болмаса жоқтан да әдемі жаңағы үйлесімдер жасап киініп, үйіңді де әдемі қылып, жоқты ұқсата беруге болады деген нәрсені біз Гүлсара екеуміз ұрандатып тұрып айтып жүрміз. Не только біз басқа да стилистер. Және дұрыс стиль бұл бірінші кезекте өзіңді ашады, өзіңді басқаларға жақын таныстыруға көмектесетін үлкен жақсы тамаша құрал ғой. Стиль арқылы, тіпті тамаша стиль менің ойымша, бұл сенің өмірдегі жалпы алға қойған мақсатыңа жетуге, істеген жұмысыңды сәтті атқаруға көмектесетін құрал секілді. Жетістіктерге жетудің құралы. Мысалы, айтады ғой Эвелина Хромченко, сен карьерада өскің келетін болса, сен сол өсіп жетіп қойғандай, сол кәсіпті, сол лауазымда отырғандағыдай кейін бүгіннен бастап дейді. Сондықтан келе жатқан адам, мысалы, мен сізді бағана көріп, киіміңізге қарап, бірден сіз жайлы пікірін қалыптасты. Сіз мені көріп сөйттіңіз, Гүлсараны көріп сөйттіңіз. Сондықтан бұл ішкі менің. То есть бұл айтады внутренний я дейді. Ішкі менің, мен олпы-солпы киініп жүрген адамның ішкі мені, ішкі өзегі стержень деп айтады ғой. Қаншалықты әлсіз екен деп ойлаймын. Ол яғни былай қарасаңыз, шынымен де адамның болмысын ашық көрсететін, жалпы сосын адамның қандай екенін білдіретін дүние ғой. Ол бұл жұмыс берушіге, бизнес әріптесіңізге де бірден сіз туралы психологиялық портрет қалыптастыруға, сізді білген сайын және сіздің өзіңізге деген құрметіңізді көрген сайын, менің ойымша төңірегіңізде солай сыйлай бастайды. Жақсы таныған, жақсы білген ортада ол жұмысыңызда жүреді деп ойлаймын. Мысалы, сіз танымал болған сайын, сіздің жазылушыларыңыз көбейе бастайды. Жазылушыларыңыз көбейе бастаған сайын әрине жарнама да келеді. Сізбен бизнес әріптестік орнатқысы келген жолыңыз ашыла береді ғой. Стиль жолды ашады дейікші. Тамаша ой, стиль адамның жолын ашады. Ашады. Енді жаңағы Еуропаға келсек, шынымен де ДНК айтып қалдыңыз ғой. Батыс елдерінде расында да кез келген дүниеде олар ДНК деңгейінде қарайды. Адамның физиологиялық тұрғысында қарамайды. Мысалы, футбол клубтарында да оларда мысалы ДНК дейді. Мысалы, Барселонаның ДНК-сы бар дейді. Барселона клубының ДНК-сы бар. Біз оған адал болуымыз керек дейді. Және оған олар өте мұқият қарайды. Оған сырттан ешкімді кіргізбейді. Өйткені жаңағы Бұлбұл ханым айтпақшы, біз сән, технология, білім, ғылым, демократия басқа жағынан болсын, басқа әлемді үйретуші, глобалды, жаһандық орталықпыз деп санайды ғой. Және меніңше көп жағдайда бұл әрине әділетті ойлайды деп ойлаймын, әділетті ұғым деп санауға болады. Біз не істей аламыз? Бұл жағдайда біз ол ДНК-ны өзгерте алмаймыз, өйткені оның иесі бар. Иесі бар, Еуропаға барып саусақ шошыта алмайсың. Оларға біз көрсетіп, оларға үйрете алмаймыз, оқыта алмаймыз. Жалғыз жол сол ДНК-ға біз өзіміздің элементімізді үйлесімді түрде
кіріктіру ғой. Өте дұрыс айттыңыз. Және сіздер сонымен айналыстыңыздар. Меніңше соның арқасында сіздерге, солай жасай алдыңыздар, соның арқасында фэшн журналдар, барлық журналистер сіздерге назар аударды. Құттықтаймын, ол тамаша жетістік. Енді мына жаңа біз айтып отырмыз ғой, көбінесе лакшери деңгейде қарап келдік деп. Соң кездері байқайсыздар ма? Мысалы, қазір бізде, енді бұны қалай айтсам екен, элита деуге келе ме, келмей ме, жалпы орта санаттан жоғары топқа жататын елге белгілі танымал тұлғалар болсын, инфлюенсерлер болсын, қазақша киіне бастады. Қазақша шапан, болмаса тіпті кәдімгідей аяғына саптама етік. Ол да әсер етті. Жаңағы тіпті кісені беліне тағып алғандар да бар. Бұл нәрсе ол жаққа қалай келді? Бұл стиль сонда жоғарыдан төменге келді ме, әлдесе төменнен жоғарыға ма? Бұл жерде саналы қадам. Бұл біздің аға буынның, енді тарихты құрметтейтін аға буынның жалпы біздің ұлтқа деген өзінің үлкен құрметі және де жастарға көрсеткен өзінің бір үлгісі. Сондықтан бұл жерде айтып тұрмын ғой, біз бұған келгенде жалғыз стилистер ғана алып келген жоқ та. Бұны сол жаңағы қазақ тілін сүйетін Қазақстанның әр азаматы алып келді. Бұны жаңағы біздегі орта санаттан жоғары депутат дейсіз бе, басқасы дейсіз бе, халықтың алдында беделі бар ел ағалары, қоғам қайраткерлері, олар өзінің тарихты сүю арқылы соны алып келді. Мына жақтан дизайнер алып келді. Жан-жақты жаппай, топтық дүние. Біз қазір ол дүниені бір жемісін көріп жатырмыз. Былайша айтқан кезде соңғы жарты жыл енді керемет. Әлі де түсінбейтіндер әрине бар, бірақ та мен ойлаймын, алдағы уақытта келеміз. Ол нені де аламыз, доля пирога. Өз үлесімізді аламыз ғой. Ал енді жалпы сіздер енді мына стиль қалыптастырған кезде әрине кез келген стильді ол ойдан құрастырмайсыздар ғой. Яғни бұл жерде сіздер көп нәрсені зерттейсіздер. Сол оқу процесін білгім келеді. Оқу? Жасау процесі ме, оқу процесі ме? Алдымен бірдеңкені жасардың алдында сіздер мынаны қосам дейсіздер, бірақ соны қосуға не итермелейді, не жетелейді? Мәселен, айта берейін ба? Мысалы, сіздердің жеке, бұл ханым, сіздің әдісіңіз бөлек, сіздікі бөлек. Клиентпен жұмсаған кезде, жалпы әйел затымен жұмыс жасаған кезде, кез келген әйелмен жұмыс жасаған кезде, ол мен стильді болғым келеді деп келеді. Оның стильді дегені миында әртүрлі, бірақ өзі ұқпай тұрады да, жаңағы мен мүмкін бір қазақы көйлек болуы мүмкін біреуде, оның сұранысы әртүрлі, оның миында картинасы әртүрлі болып келеді. Сондықтан біз кез келген клиентпен алдын ала сөйлесеміз, оның мінез құлық стилін анықтаймыз. Яғни жеке жұмыс, жеке кеңес өткізіледі. Мәселен, Дәнеш мырза, мен сізбен сөйлесу арқылы кішігірім болсын, жаңағы сізді танып қалдым. Ол адаммен де сөйлесу арқылы оның мінезіндегі бір иірімдерді анықтайсың. Кез келген адаммен 15 минут жалпы адам жайлы ақпарат береді. Сол кезде адаммен адам сөйлескенше, жылқымен жылқы кісінескенше. Сосын әр адамның табуы, то есть бұл нәрсені кимеймін, немесе қысқа кимеймін, мен мойнымды ашпаймын, мен болмаса қысқа кимеймін. Сондай өзіндегі тыйымдар ғой. Тыйымдармен жұмыс жасаймыз. Одан кейін ол кісінің немен айналысатындығы және де тұрғылықты жері. Яғни Астанада тұратын әйелмен жұмыс жасау ол бөлек болады, Алматыда тұратын әйел затымен жұмыс жасау бөлек болады. Одан кейін қалауы. Ол кісілердің анандай бір қалаулары болады, жаңағы мен Ләйла Сұлтанқызын жақсы көремін деген. Маған Бұлбұл ханым қатты ұнайды, маған Қарақат Әбілдин ұнайды деген болады. Жаңағы қарайсың, Ләйла Сұлтанқызы, ол кісі четкий линия, жаңағы пиджактарды көп киеді, жеңіл фактуралы юбка көйлектерді көп киеді. Солай түсінуге болады. Болмаса, Гүлсараның мінезі бір тоға. Бұлбұлдың мінезі ашық. Бұлбұлға жеңіл маталы гүлді көйлектер ұсынуға болады. Ал Гүлсараға қара эко-кожадан тігілген, Гүлсараның мінез құлқын ашатын осындай қара пиджак.
Мінез құлқын қазіргі киімінен де байқауға болады. Иә, то есть бұл жерде мінез құлқының бір тоғалығы. Гүлсара өте әділ, бір тоға, анау шынайылықты жақсы көреді, ары бері бұрылмайды, кетсе кетеді. Иә, ол былай жолдарды ұнатпайды. Мен бейімделе аламын. Иә, біз көрдіңіз бе? Стилист болып көрсіз. Иә, егер де Гүлсара мысалы күліп жымиып отырып, гүлді көйлек киіп отыруы мүмкін. Бірақ Гүлсара екенде, Гүлсара қалайсыз? Жақсы десе, жараспайды. Қабылдамайды ғой. Көрдіңіз бе? Бізде былай шыққан кезде кәдімгідей біздің миымызда диссонанс туады ғой. Психологиялық. Гүлді әдемі керемет көйлек киіп отыр, ол жеңіл әйел, бір мінезі жеңіл, нәзік екен дейміз. Ойлаймыз, женственный, мынау не деген нәзік әйел. Жоқ, ол бір тоға тік жүретін әйел болуы мүмкін. Сондықтан көрдіңіз бе, бұл жерде бізде кәдімгідей енді психологиялық демей қояйын, бірақ стилистік зерттеу жүреді. Өйткені ертең әйел бізге ақшасын төлеп келген әйел комфортно дейді ғой, удобно, ол сол көйлекпен шыққан кезде бүкіл әлемді бағындыратындай болып шығу керек. Әйел дедіңіз, демек сіздерге ер адамдар келмейтін болып тұр ғой. Ер адаммен әзірге жұмыс жасамаймыз. Бізде жұмыс жасамаймыз. Неге жұмыс жасамаймын? Бұл өздеріңіздің табуларыңыз ба, тыйым? Тыйым емес, бұл өзіміздің жұмыстағы әзірше ыңғайлы жаңағы. Сіздерге жалпы қыз келіншектермен жұмыс істеген ыңғайлы. Бізге бір жағынан да біз оған көбірек тереңдеп кеттік те, әйел проблемасы, қоғамдық проблема, жаңағы еще анандай проблемалар көп қой. Мен мысалы блогымда көбірек ашып айтамын, шошаңдама, балаңа қара, күйеуіңнің жағдайын жаса, сен неге сәнденіп кеттің, сәнді көйлек киіп қайда бара жатырсың, тамақ жасап үйренсе одан да деген секілді қоғамдағы проблемалар бар. Сондай хейтерлер бар ғой сізде, иә? Хейтерлер болғанда, ол хейтерлер қазақ әйелдің болмысы ғой. Қазақ әйелдің үстіне іліне беретін бұл. Иә, мысалы ол бір көйлек алғаннан кейін үлкен бір кінә сезіммен үйге келеді. Иә. Балама неге алмадым? Күйеуіме неге бір нәрсе ала салмадым? Одан да күйеуіме жақсы рубашка алып келуім керек еді жұмысына деген секілді. Немесе ол ақшаға неге продукт алып келмедім деген секілді. Көп әйелдің миында задача көп. Енді қараңызшы. Көбінесе мысалы әйел адамдар, енді кешіріңіз сөзіңізді бөлсем, шынымен де көп келіншектер үйіне келген кезде алдымен баласына не алғанын айтады, күйеуіне алғанын айтады, сосын ең соңында барып, енді ренжімейсің ба, мен мына нені алдым. Тіпті өзімізде де болған ол нәрсе мен өзімде болған. Ол мен көбінесе байқаймын, шынымен де. Бұның барлығы неге әкеліп соқтырады? Бұның барлығы егер осыдан шыға алсаңыз, әйел адам шыға алса, онда бұл өз-өзіңе деген махаббаттың оянғаны деген сөз. Бірақ бұл жерде қараңызшы, Дәнеш мырза, біз анау нәрсені айтқан бізге қорқынышты да аудиторияға. Біз оны айтпадық та. Сен күйеуді тыңдамай, балаға мән бермей, сен бірінші айлық 70 мың алдың ба, 70 мыңға бірақ барып көйлек алып кел дегенді айта алмаймыз. Осыны өте нәзік, жұмсақ жеткізудің өзі ауыр болды бізге. Біз шын айтқан кезде жігіттерге ойлауға, жігіттермен жұмыс жасауды ойлауға шамам жетпей қалды. Біз осы әр тақырыбымызды, әр айтатын ойымызды осылай беру керек болды да, біз қиналдық көп жағдайда. Өйткені аудитория бізде кішкене басында кішкене шамкөстеу болды. Одан кейін үйренді, қазір қабылдап, қазір жақсы. Қазір әдемі келе жатырмыз. Оған қоса әйел адам бір нәрсе аларда ойланбай, болды мен киінем дейді да, 100 мың, 150 мың ұра салады бір көйлекке. Біз айтамыз, одан кейін біздің мақсатымыз оған ол кісіге үйрету. 150 мыңға сіз бір көйлек алғанша, сіз полностью гардеробыңызды жаңарта аласыз бір сезонға. Соның барлығын үйретіп, әйел адамға дұрыс жағынан қондырсақ, бұл ер адамға да пайда деп ойлаймыз. Мысалы, күйеу мен әйелдің арасында кикілжіңдер көп болады. Мысалы, маған қыздар көп проблемасын жасады. Тіпті білмеймін, мен бір ғой, ана сіз стилист емес, бір психолог. Дәулеттен секілді бүкіл әйелдің қайынатасымен болған проблемасын еститін мен дайректке көп келеді. Сонда айтады, мен күйеуімнен ақша алып алдым, ұрсысып отырып. Мен айтамын, жоқ, ондай нәрсе болмайды. Күйеу ақша тапты. 200 мың теңге деген аз ақша емес. Саған берді, сен бардың да, үйге келгеннен кейін ұнамай қалатын көйлек алып келдің. Ол деген, біз мына жағынан да түсіндіреміз. Біз ер адамдарға әлі жетпедік, шын айту керек. Ақылды киінуді үйреткіміз келеді. Бұған енді қатар, онымен қатар психология қатар жүреді. Қаншама да алып тастағымыз келсе де, бұл кішкене өзіміздің көрген психологиямен астасып жатқан сала ғой, әрине. Ал қазақы стильді сіздер зерттейсіздер ме? Мысалы, бір сырға болсын, шолпы болсын, басқа дүние болсын, орамал дейік. Оны былай енгізерде бір соның тарихын,
оны кімдер таққан, кімдер киген деген секілді ондай бар ма тарихтың зерттеу? Бұдан бұрын біз Бұлбұл ханым екеуміз бір проектте болғанбыз, сәнді алмас деген. Мен қатысушы ретінде, Бұлбұл ханым жюри ретінде. Сол кезде бізде тақырып болды қазақи нақыштағы, этно стильдегі киім образ жасау. Жаңағы қазақи бояу қосу деген секілді. Сол кезде әр елдің бояуын қосып әртүрлі образдар жасадық, 16 қыз болдық. Сол кезде көптеген 16 қыз. Қазақтың қалғаны 16 қыз бар еді ғой. Сол кезде көптеген сөкпе сөздер естідік. Жаңағы біздің енді қоғамдағы мен деген жаңағы тарихты білетін жюри кісілер отырды. Жағымды ма, жағымсыз жағынан ма? Жағымсыз да болды, жағымды да болды. Өйткені біз тереңірек үңіліп, оны көрмегеннен кейін біз қателіктер жіберіп жаттық. Бұлбұл ханымнан да естідік. Сондықтан жаңадан келе жатқан енді стилистпіз ғой. Біз көбірек зерттей бастадық. Бір нәрсе қосар алдында, особенно бір қазақи нақыштағы ұлттық нақышқа қатысы болса зерттейміз. Мысалы, сәукелені тек қана ұзатылып жатқан қыз ғана киетіні, Сіз қазір тақияға алып келе жатсыз, білемін. Тақияға алып келе жатсыз. Енді әртүрлі бар ғой, мысалы, ол тақия болсын, әрбір киім үлгісі қазақ қана емес, кез келген халықта ол бір нақты бір адамды сәйкестендіру еді ғой. Бұрын мысалы жағы идентификация дейді ғой. Жаңағы мына көрген кезде, мынау күйеуге шықпаған қыз екен, мынау жаңағы тұрмыстағы келіншек екен деген сөз. Ол біздің өткеніміз ғой, біз өткенімізді жоққа шығарып, мына жақта деп ештеңе айта алмаймыз, одан жаңа дүние шығармаймыз. Бірақ та мен әу басында жалпы кез келген қазақы бояу образға қосылғанда, бұл қазақы бояудың образға қосылғанына риза болайықшы. Алдымен соған риза болайықшы. Алдымен джинса күртешемен, рубашкамен джинса шалбарды ала салып, жаңағы, қазақы сырған таға салды. Бұны қыз тағама, келін тағама, бары ұлттық қосылып жатыр, соған да риза болсаңдаршы деген секілді. Тойбастарда беріліп жатқан орамалды мойнына таға салдым, тоже бір бояу ғой. Бояу, ұлттық несі бар, бояу. Соған, сол нәрсені көбірек ұстанған болатынмын. Көп нәрсе естиміз ғой, мысалы, басына тақия киіп апты, оның несі бар, мынандай юбка киіп алған деген сияқты. Бұл қоғамда бар ғой енді сондай. Оның несі қазақи деген сияқты. Енді жаңағы образ қандай дедіңіз? Басына тақия? Қысқа юбка ма? Мысалы қысқа юбка болсын, енді тізеден сәл жоғары тым ашық немесе жаңағы сіз айтқанда джинсы киіп алды да, мысалы джинсы сырға тағып апты, тек сәйкеспейді, үйлеспейді деп жатады. Ол енді талғам бұлшықетінің дұрыс жаттықпауы. Ол не емес. Біз егер де әлемдік тур анау Америкадағы болмаса Миландағы жүрген секілді джинсовканы кие салып, егер де қазақы сырғамен, қазақ осындай нелерді таға салатын болсақ, ол деген өте керемет дүние. Бұл жердегі айтылған пікір, ол талғамның сәл-пәл жетіспеуінен айтылған пікір. Мен жаңағы айтып, ана ойды қайта жалғағым келіп отыр да, Гүлсара, кешірім. Ұлттық жаңағы оюлардың, мысалы, баста тұратын оюдың шапанның төменгі жаққа кетіп қалмауы, болмаса белдік ретінде кетіп қалмауы деген секілді. Әр оюдың өзіне. Бұған бізге әлі уақыт керек. Бұған келуге уақыт керек. Алдымен оюды келтіріп алайықшы дейсіз ғой. Оюды әшейін қосып алайықшы, қосып алдық. Бұған уақыт керек. Біз зерттейміз, оқимыз, қараймыз, бірақ дегенмен де әлі тарихына, байыбына барып, тіпті менің оған білімім жетпеуі мүмкін. Көрдіңіз бе, өйткені әр оюдың тарихы жазылған шежіре кітаптар бар ғой. Мен өтірік алдамай-ақ қояйын, оның әр қайсысын отырып, өйткені мен тек қана этно саласында дамып келе жатқан стилист емеспін ғой. Мен жалпы қазақ әйелдерінің болын ескере отырып, ауырып тұрған жерін ескере отырып, оларды әзірше өзін жақсы көруге үйретіп жүруге бір үлес қосушылардың көп адамның бірімін деп ойлаймын. Ал тек қана этно саласында жүрсем, біз оны әлі өзіміз оқимыз. Бұл жерде бір саламен ғана жүрсе ғана, тек қана этномен кендіремін. Терапевт, одан кейін узкий мамандар дейді ғой, жеке-жеке, сол секілді ше бұл жерде. Сол жерде ғана толықтай біліп, меңгеріп, содан кейін айта аламын дейтіндей специалист шығуы мүмкін. Қазір біз стилист. Бірақ біз ескереміз, барынша ескеруге тырысамыз. Көш жүре түзеледі дейсіз ғой, ең басы көш қозғалды, орнынан процесс үдеріс бар. Шүкір. Енді осы жерде сіздерге бір сұрақ, жалпы қазіргі кезде бізде қыз-келіншектердің арасында әсіресе муслим стайл дейміз бе, араб стайл дейміз бе, жаңағы хиджаб бар, басқа бар. Оған сіздердің көзқарастарыңыз қандай? Енді мен еш нәрсе айта алмаймын, өйткені
бұл жерде діннен хабарың болу керек. Бұл өте бір андай жіңішке, нәзік грань. Үзіліп кетейін деп тұрған. Кейде бұл тіпті өзі бір намаз оқымайтын, дінге аса қатысы жоқ болса да киіп жүргендерді де байқадым. Оны әңгіме барысында да сөйлескен кезде сұрайсыз ғой, мысалы киініп алады, неге десең, менің ортам сондай дейді. Немесе бір ерекше назар аудартқысы келетіндері бар. Немесе өздері туралы басқа ой қалыптастыруды тырысады деген. Мен бір танысым айтып еді, орамалға көшу трендін айтып жатсыз ғой. Орамалды киініп алу дейді да. Ол енді өзінің субъективті ойы ғой. Бұл мынау өзі туралы, мынау бір ибалы, мынау бір жақ тәрбиелі қыз екен деген пікір қалыптастыру, көзқарас қалыптастыру үшін жасайды дегенде. Ол енді адамның өзінің санасына байланысты. Егер санасы соны қалап тұрса, оған ешкім кедергі келтіре алмайды. Ал егер де шын мәнінде осындай образдарға орамалды жай қосқым келеді, орамал ұнайды деген қыздарға мен қарсылығым жоқ, өйткені орамалда тұрған жаман нәрсе жоқ. Басыңды жауып жүру ол қайта жақсы нәрсе. Ал енді оны сәнді қылып күнделікті образға енгізсе, менің ойымша бұл плюс. Ал сіздің ойыңызша? Менің айтуымша бұл өте бір нәзік, ұстап қалсаң үзіліп кетейін деп тұрған, мына жақта өгіз өліп, мына жақта арбасын кетейін деп тұрған дүние. Иә. Сондықтан бұл жерде орамалды қыз-келіншектермен жұмыс істеген кезде қатты бір жұмыс жасау керек, бір кішкене қиындататын дүние болады ол жерде. Мысалы, өзінің силуетін айқындамай кең ғана сол жаңағы біз көріп жүрген басқа елдердегі секілді киінетіндер де бар. Ол жерде әшейін жай ғана кең көйлек киетіндер де бар. Шалбар киіп орамал тағатындар да бар. Сондықтан намаз оқымай дейді. Намаз оқымай тағатындар бар шығар, енді ол намаз оның өзінің жеке нәрсесі ғой. Өзінің жеке шекарасы. Мен онда шарам жоқ, оқимын, оқымаймын, оны сұрамаймын ғой. Бірақ мен айтқым келетін дүние, мен оларға ешқандай пікір білдіре алмаймын, сенікі дұрыс емес. Маған ол кісінің үдесінен шығатын киімді жасап беру ғана. Ол кісі айтады, мен сіз секілді киінгім келеді, мен айқындап кие беремін, мен шалбарда кие беремін, только мен орамалмен мына киімді үйлестіре алмаймын. Мен өзіме жарасатын түсті білмеймін. Біз жасап береміз, трендті қосып береміз, болды. Осы жерден біздің неміз аяқталады. Жақсы, рахмет. Енді соңғы сұрақ, біздің уақытымыз аяқталуға жақын. Жалпы адам өзінде бір стиль қалыптастыру үшін, стильді киіну үшін қандай қарапайым ережелерді ұсынар едіңіз? Мысалы, қарапайым 3 ереже дейік. Бұлбұлдың 3 кеңесі және Гүлсараның 3 кеңесі. Ең бірінші, жақсы киіну, үйлесімді киіну, қымбат киіну дегенді білдірмейді. То есть қымбат көп ақша керек деген нені алып тастаса миындағы. Екіншісі, көздің бұлшықетін жаттықтыру. Яғни күнделікті сізге ұнайтын жұлдыз болама, блогер болама, стилист болама, барлығын қарау. То есть оларды қарау арқылы көздің бұлшықетін қалыптастыру. Адам жақсыны көре бере, мысалы спортшының бұлшықеті дамиды ғой. Спортқа 2 сағатта сіз спортшы болып кетпейсіз, 2 айда боласыз, иә, бұлшықет. Сол секілді көзбен көрсету екіншісі. Көздің жадысы дейсіз. Көздің жадысын жаттықтыру. Көрдіңіз ба? Үшіншісі, ерекшеленуден қорықпау, өзіңді жақсы көру. Түрде айтып кеттім. Тамаша, бұл ханымның стиль жөніндегі сіздерге кеңесі, ал Гүлсараның кеңесі қандай болады екен? Ең бірінші өзіңді танып білу, дене бітіміңді, бет әлпетіңді, саған не жарасатынын білу. Мінезіңді. Иә, мінезіңді деген секілді. Өзіңнің жаңағы бір болмысыңды зерттеу. Екіншісі базалық гардероб жинау. Базалық гардероб дегеніміз бұл еш нәрсесі жоқ. Ақ футболка, қарапайым қара пиджак, қарапайым джинсы деген секілді. Сол арқылы 7 киім жинасаңыз, сізде уже толық гардероб болады. Үшіншісі, бұл әрине көз жаттықтыру. Көбірек оқу, көбірек білу, дамуға ұмтылу. Өте стилі жоғары деген адамдар жиі солардан үлгі алу, соларды бақылау ғой. Көз жаттықтыру ғой сол. Жақсы, рахмет. Бүгінгі керемет талқылауда келтірген ой пікірлеріңіз үшін көп алғыс білдіремін. Подкастымызды түйіндесек, шынымен де қазір елімізде қазақы нақыштағы, қазақы бояудағы стиль трендке айналды деп біз сенімді түрде айта аламыз. Бұның негізгі бір себебі бұл әрине ұлттық рухтың оянуы. Ұлттық рух оянғандықтан
сол ұлттық рухқа адам өзін жақын екенін білдіру үшін де сол ұлттық нақыштағы киімдерді кие бастадық. Бұл өте қуантатын жайт, және сол ұлттық оянып жатқан қазақ ұлттық рухын әлемдік биік фэшн сахналарда көрсетіп жатқан сіздерге де біз үлкен алғыс білдіреміз. Қолдауларыңызға рахмет. Сәттілік дейміз. Және бұл жерде әрине бұл енді ғана дамып жатқан, енді ғана өсіп жатқан сала болғандықтан кедергі келтірмеу керек деп ойлаймын. Өйткені көш жүре түзеледі. Әлі алдында бұралаңы мен соқпалы жолы көп. Бұл жерде керісінше бір-бірімізге қолдау көрсетуіміз керек біз. Ал ұлттық рухтың, ұлттық стильдегі көрініс табу ол бірінші керекті. Әр адамның, әр азаматтың өзінің елін, өзінің жерін, ең бастысы өзін жақсы көретін адамның күнделікті жұмысынан құралады деп ойлаймын. Осы оймен пікірмен подкастымызды аяқтайық. Құрметті көрермен, бүгінгі тақырыбымызға байланысты ойларыңызды төменге пікір ретінде жазып кетіңіздер. Ал арнамызды қолдаймыз десеңіздер, оның ең төте жолы әрине арнамызға жазылу, лайк басу, сілтемесін тарату, алдағы жақсы тақырыптарды жіберіп алмаймын десеңіз, қоңырауды басып кетіңіз. Бүгінге осы, өзіңізді және адамгершілігіңізді сақтаңыз. Рахмет сіздерге. Рахмет сізге.